Ділдәбек Тәжібайұлы ағамыздың ауданның әкімі болып тұрған кезінде қоңырау шалып, арнайы танысып, Айбек Бекбосын деген күйшім екен деп, бұл Ділдәбек деген ағаң Тарбағатай ауданының әкімімен ана күйлеріңді жақсы тыңдаймын, елбасы толғауыңды жақсы тыңдаймын, көзіме жас келеді деп, рахмет аға деп танысып жатырмын ғой мен жаңағы. Не бейімтай екен, не айтқалы жатыр екен, неге қоңырау шалды екен. Сөйтсем Тарбағатайға қолқа салып жатыр екен, Тарбағатайға күй шығарылымды. Енді әрине Тарбағатай деген қалың майманның жері, қасиетті мекендердің бірі. Енді о жерде күй шығарғаннан кейін, о жерде ең түпкі мақсат ол Қабанбайдың шайқасын көрсету. Ал біздің жақ арқа жері. Арқа жерінде шертпе күйі. Шертпе күймен шайқасты қалай көрсетесің. Сондықтан мұңлы шертпе күй болып келе жатады да, сағасы төкпе болады. Ондағым жаңағы Қабанбайдың шама шарқын келгенше шайқасын көрсеттік. Енді Қабанбай атамыздың шайқасын бір күймен сыйдыру мүмкін емес әрине. Бірақ дей тұра аты Тарбағатай болғаннан кейін тарихына үңілетіндер ертең біз кетерміз, күй қалады ол тарихта. Сол кезде айтады ғой, бұл неғып бұл шайқасты көрсетпеді екен, екі такты босады деген секілді. Сондай оймен жасаған дүниеміз бар. Ендеше Тарбағатай мекеніне, елді мекеніне арналған күйім Тарбағатай күйі.